Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Халықаралық экономика пәні бойынша келесі тақырыпты қарастырамыз. Бүгін қарастыратын тақырып халықаралық сауданың стандарттық моделі және табыстарды бөлуге тигізетін әсері. Осы тақырыпты ашу үшін келесі сұрақтарды қамтимыз. Халықаралық сауданың стандарттық моделі, өндірушілер мен тұтынушылардың мінез-құлқы, сауданың болмау жағдайындағы баланс, шағын және үлкен елдердің арасындағы сауда, экономикалық өсу, оның типтері, одан кейін теңдестірілмеген өсу, оның түрлері, импорттық ауытқымдағы және экспорттық ауытқымдағы экономикалық өсу болып табылады. Енді тоқтала кетейік. Бірінші сұраққа: тарих бойынша халықаралық сауда теориясын жасау кезінде экономикалық ой тауарлардың сұранысын зерттеуге және оны өндіріс факторларына негізделді. Соның нәтижесінде сұранысқа көңіл бөлінген жоқ болатын. Бірақ бәрімізге бұның бәрі мәлім. Әлемдік нарықта тауарларды ұсыну сұраныстың соңынан қалмайды. Сондықтан да халықаралық сауданың осы заманғы теориясы тауардың сұранысы мен ұсынысына бірдей көңіл бөлінеді. Енді ол қандай мәселелерді шешу керектігіне және қандай факторлар көңіл беру керектігіне байланысты аналитикалық мақсаттарда қолданылып келетін, алдындағы тауарда қарастырылған классикалық және неоклассикалық үлгілерді жоққа шығармайды. Сондықтан да қарастырылатын модельдер осы қазіргі деңгейде халықаралық сауданың тексеруінің негізгі теориялық құралы болады және әлемдік экономикалық ғылым ретінде танылған халықаралық сауданың стандарттық моделінің жеке жағдайы болып саналады. Сұраныс пен ұсыныс балансының неоклассикалық моделіне негізделген, негізі жалпы халықтық шекте ол жиынтық сұранысқа ерекше назар аударған халықаралық сауданың стандарттық моделі. Ол көптеген неоклассиктер мен экономистерінің күштерінің бірігуінің нәтижесі болып табылады. Стандарттық модельде қолданылатын ол жалпылама түсініктеме әр жылдары бұл жерде ирландық экономист Фрэнсис Эджуорд пен американдық экономист Готфрид Хеберлер негіз салған болатын. Айырбастың негізі өспелі шығындарына тоқталатын болсақ, ол екі тауардың әрбір бірлігін өндіру үшін бір тауарының тұрақты емес, ал өспелі санымен құрбандыққа бару деп болжамдайды. Баланс мемлекеттердің бір-бірімен сауда байланысын жүргізгенге дейін түрлендірудің шекті деңгейі арасындағы қатынас арқылы тұрақталады. Тұтынушылардың мінез-құлқы ол нарықтың әртүрлі тауарлар мен толуы мөлшерлеріне қарай өзгеріп тұрады. Ал келесіге тұтынушы нені, қашан, қай жерден сатып алу керектігі туралы шешім қабылдай отырып, қандай тауар өндіру керектігін анықтайды. Құлқына әсер ететін көптеген факторларды зерттейді. Енді халықаралық саудадан түсетін табыс. Табыс деген енді білесіздер, кез келген ұйым болсын, кәсіпорын болсын, оның мақсаты табыс табу, сатудан табыс табу. Халықаралық сауданың барлық теориялар сұраныс пен ұсыныстың әлемдік балансы негізінде тепе-теңдік бағасының қалыптасу заңдылықтарына ерекше назар аударылады. Осы баға көптеген жағдайларда бір-бірімен өзара саудаласатын елдердің ішкі бағаларынан ерекшеленеді және олардың ішінде халықаралық саудадан түскен табысты бөлу мәселесі туындайды. Саудадан алынатын ұтысқа тоқталатын болсақ, саудадан қандай да бір пайда алғанда ғана әрбір ел үшін оның маңызы зор. Өзінің құрылымы бойынша ол айырбастан алынған ұтыс пен маманданудан алынған ұтыстан тұрады. Енді әрқайсысына тоқталып кететін болсақ, айырбастан алынған ұтыс ол елдің басқа елдермен сауда қатынастарынан түскеннен алынған артықшылық. Ал енді маманданудан алынған ұтысқа тоқталатын болсақ, ол елдің сауда жағдайында ие болған салыстырмалы артықшылығы бар тауар өндірісіне күш-жүгерін жұмылдырып алған артықшылығы болып табылады. Шағын және үлкен елдердің арасындағы сауда бұл жерде экономикасы ірі,
ашық елдер. Бұл сыртқы сауда операциялары көлемінің өзгеру әсерін тигізіп, осы тауардың әлемдік бағасына әсер етуі мүмкін. Осы тауардың жалпы халықаралық саудадағы осындай үлкен үлесі бар болады. Ал шағын ашық экономикасы бар ел бұл өнімнің жалпы халықаралық саудадағы үлесі шамалы. Сондықтан сыртқы экономикалық операциялардың көлемінің өзгеруі осы өнімнің әлемдік бағасына әсер етпейді. Стандартты модельдің ерекше жағдайлары, ол мысалы келтіруге болады, ол салыстырмалы артықшылықтар теориясы. Біз өткенде өтіп кеттік. Бұл стандартты модель негізделетін ауыстыру шығындарын жоғарылатудың ерекше жағдайы болып табылады. Стандартты модель негізі сауда елдерінің әрқайсысының ішкі салыстырмалы бағалары тепе-теңдік халықаралық бағасын қалыптастыруға әсерін тигізетінін болжайды. Егер сауда шағын және ірі елдер арасында дамыса, салыстырмалы артықшылық теориясы бойынша үнемі ауыстыру құны бар болса, кішігірім ел тек салыстырмалы артықшылығы бар өнімге толығымен маманданған болып табылады. Сондықтан үлкен ел салыстырмалы артықшылығы бар өнімге маманданумен қатар, шағын елде салыстырмалы артықшылығы бар тауарлардың белгілі бір мөлшерін шығаруды жалғастырады. Енді экономикалық өсуге тоқталып кететін болсақ, экономикалық өсу экономикалық теорияда өте маңызды сұрақтардың бірі болып табылады. Экономикалық өсу дегеніміз ұлттық өнімнің сан жағынан өсумен қатар сапа жағынан жетілдірілуі. Экономикалық өсу деп өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен байланысты өндірістің нақты көлемінің табиғи дәрежесінің ұзақ мерзімдегі өзгерістерін атайды. Экономикалық өсудің мақсаттарына тоқталатын болсақ, негізгі мақсаттары болып халықтың әл-ауқатын көтеру және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып табылады. Экономикалық өсудің негізгі мақсаты және материалдық әл-ауқаттың жоғарылауы болып табылады, және осының құрамына келесілер кіреді. Бірінші, орта есеппен бір адамға келетін ұлттық табыстың өсуі. Негізі Қазақстан Республикасының статистикалық жинағында Қазақстан, мысалға 2024 жылғы деген статистикалық жинақта осы бірінші жаңағы құрамы бойынша айтылған орта есеппен бір адамға келетін ұлттық табыс деп. Сол жерде бірінші жаңа көрсеткіш болып тұрады. Екінші, бос уақыттың көбеюі. Үшінші, ұлттық табыстың халықтың әр топтарының арасында бөлінуін жақсарту, шығарылған тауарлар мен қызметтердің сапасын жақсартып, түрлерін көбейту. Экономикалық өсудің өлшеу тәсілдерін екі топқа бөлуге болады. Біріншісі, нақты жалпы ұлттық өнімнің өсуі. Жаңағы айтып кеттім, статистикалық жинақтан көруге болады. Ол жерде Қазақстан Республикасы бойынша және аймақтары бойынша қаншаға және бір адамға жан басына шаққанда қанша келеді екен. Одан екінші, жалпы ұлттық өнімнің бір адамға шаққандағы өсуі. Сол статистикалық жинақтан көруге болады. Қай аймақта қанша, Қазақстан Республикасы қанша екен. Соңғы 5 жыл мәлімет статистикалық жинақта көрсетіледі. Қоғамдық өндірістің типіне байланысты өнімнің өсу шапшаңдығы мен өндіріс факторлары көлемі өзгерістерінің арасында сәйкестік әр түрлі болуы мүмкін. Ол интенсивті типі, техника мен технологияның жетілдіру арқылы ұлттық өнімнің өсуі. Экономикалық өсудің интенсивтік факторларына не жатады екен? Қолданылатын ресурстар сапасының өсуі. Ресурстарды пайдалану әдістерін жақсарту. Экстенсивті типі ол қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімнің өсуі. Экономикалық өсудің экстенсивтік факторларына ол жұмыс күші санының өсуі және капитал көлемінің өсуі жатады. Аралас типіне тоқталатын болсақ, факторлардың өсуімен қатар
техника мен технологияның жетілдірілуі арқылы ұлттық өнімнің өсуі. Теңдестірілмеген өсу импорттық ауытқымдағы және экспорттық ауытқымдағы экономикалық өсу болып табылады. Енді импортпен және экспортқа тоқталатын болсақ, экспорт деген латын тілінен шыққан шығару, әкету деген мағынаны білдіреді. Кешіріңіздер, бұл жерде тауарды, капиталды, жұмыстарды, қызметтерді, зияткерлік қызмет нәтижелерін, соның ішінде оларға айрықша құқықтарды сыртқы нарықтарға өткізу үшін шет елге әкету, экспорт. Қазақстан Республикасының статистикалық жинақтар тізімінде деп айтсам болады, Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметі деген статистикалық жинақ бар. Сол жерден біз көрсек болады. Қазақстан Республикасының экспорты қандай мемлекеттерге сыртқа шығарып жатырмыз, не шығарып жатырмыз, қандай жаңағы өнім деп айтсақ болады. Соны сол жерден көруге болады. Және де айтып отырмын, соңғы 5 жыл мәлімет. Ол жерде өлшем бірлігі миллион ақш долларымен көрсетіледі. Енді импортқа, ол да латын тілінен әкелу. Біздегі жетіспейтін тауарларды сыртқы басқа мемлекеттерден әкелу. Импорт құрылымы белгілі бір елдің табиғат жағдайларының ерекшеліктерімен, оның экономикасының дамуымен және оның халықаралық еңбек бөлінісіндегі рөлімен айқындалады. Жаңа мен айтып кеткендей, импортты да сол Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметі деген статистикалық жинақтан көруге болады. Ол жерде сыртқы экономикалық деп айтып отыр ғой. Экспорт және импорт. Қандай мемлекеттерге Қазақстан Республикасынан қандай өнімдерді біз сыртқа шығарып жатырмыз, қандай сомада. Ол да миллион ақш долларымен өлшем бірлігі. Соңғы 5 жыл мәліметін көруге болады. Сайты www.stat.gov.kz. Осы сайттан көрсеңіздер болады. Бүгінгі қарастырылған тақырыбымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.